Ассаламу алейкум, азиз телесерджилер, Милли телеканалда хаберлер. Студияда мен Абдулла Аджосман чалышам. Бүгін программамызда. Қырым федерал университетінде истидатлы талебелер үшін бірінші форум açıldı. Шейх Эли койны сакинлері автобуслардың сирек үргеніне шикайет етелер. Бақчысарай шайырында тантаналы байрам концерті олып кечті. Этнографик музейінде мирақлы сергі açılды. Бұл видигер мевзулар біздің яйнымызда сейер етіңіз. Вернадский адыны ташыған Қырым федерал университетінде истидатлы талебелер үшін бірінші Қырым форумы интеллектуаль стартап олып кечті. Форумды Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов иштирак етті. Тafsilatlıca bizim levhamızda. Форум Қырым Жұмхуриет илим вегенчлер назирлиги тарафынан тешкіл олынды. Профиль Назира Наталья Гончарова бұл іште иштирак етті. Мұндан да ғайры истидатлы балаларның артек милитлер арабала мерkezінің мудирі Алексей Каспаржак, Қырым федерал университетінің ректоры Сергей Донич, али оқу юртлардан ожалары ве бизнес структура векілері мұнақаша кечірділер. Искатель кичик илим академиясының мудирі Виктория Члек білдірді ки, бұл тәдбір балаларға ең мирақлы йөнелішлеріні сечмеге, чешет саалар векілерінен таныш олмаға ярдым ете. Эти детки в течение 3 дней будут работать. 3 күн девамында 30 талебе мейданларда çalışacak. Бір мейданға махсус вазифелер берілежек. Мейданда кичик мейданларға бөлінежек. Бір мейданда 5 адам olacak. 3 күн девамында балалар лейхаларына азырлап қорчалajaqlar. Тедбірде Қырымның 25 регионындан 130 талебе иштирак етті. Инновацион технология, агроэкология, энергетика вет туризм форумның ең esas yönelişleri oldu. Севиль Абдуллаева форумға Бақчысарай шерінден келді. Агроэкология yönelişte иштирак етежек. Бұл интеллектуаль мұнақашаға çok азырланғаны жоқ. Ожасы ярдым етті. Попала я на этот конкурс. Бұл ярышқа ожа ярдымынен азырландым. Ожам аятият ве ботаника дерслеріні мана огрете. Мен бұл мезуны бегендім. О çok актуальдыр. Оны инкишаф етмеге істейм. 10-шы сынып талебесі Лилия Шарафуддинова Қарасу базар районundan келді. О да аяти ве экология фенлерінен мирақлана. Оның сөзлеріне көре бұл форум пек мирақлы ве чеші тарафтан огретеджедір. Готовилась к этому. Бұл лейха бойынша чоқ азырландым, қоқовлы яғлы өсімліклеріне огрендім, чүнки бұл мирақлы. Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов қайдетті ки Қырымда бұл интеллектуаль стартап адлы тәдбір бірінші сефер өткерілі ве аны неге чеверілежегіне умет ете. По итогам форума у нас найдутся предложения, которые поступят от вас, которые мы можем воплотить в жизнь реально уже сегодня. Я лично в этом не сомневаюсь. Некоторые направления просматривал сам, предложения, достаточно интересные есть вещи. Будем пользоваться, ребят, вашим опытом, вашими предложениями. Тедбір 3 күн девамында кечірілежек. Ең яқшы лейхалар март 30 күні форумның сонында тақдым етілежек. Султания Такаева, Аким Бекиров, Миллет үшін. Марттың 29-ында саат 14-тен ақшам саат 8-ге қадар Русия Федерациясының эпсі федераль жаварларында махкеме приставлар федераль қызметі территориаль органларын қапылары бұтын истеклер үшін ачық олajaq. Ислам-Терек районының Шейх Эли койны сакинлері автобусларын сирек үргенлеріне шикайет етелер. Олар бір қаш кере ерлі акиметке бұл мәселені чезмек мақсады еле мұражатта бұлған әделер. Мәселені мұғбирымыз Мавиле Июп огреніп тариф етмеге азыр. Күн ерлі сакинлер бойлы автобусларını беклей. Оларның білдіргеніне көре Шейх Эли койынден Ислам-Терек қасабасына автобус саба саат 6:50-де yol ала. Автобус койге қайтмағаны себебінден ерлі сакинлер өзлері чарелеріні тапып, евге қайталар. Обращались я Шахсен мен çok şikayetlер ата нақлия нәзірлігіне мұражатта бұлынған едім. Ләкин койде аз инсан олғаны себебінден нақлия бойлы аз миқдарда юре, деп жауап берділер. Бізде студентлер Ахмеджетке оқушқа қиын етіп баралар. Бұл büyük meселедір. Yazıklar olsun, bütün müracaatlarımız eşitilmedi. Koyden Kefe şehirine da bir avtobus жүре. Bu reis saat 6:20-de çıqa ve saat 15'te şehirden koyga qayta. Bu problema yerli sakinlerini, hususan esli başlı insanların rahatsızlay ve onaysızlıklar getiriyor. Adamlarımın hastalar, davleniz çıkabilirsinin birsinesi pensioner pasisti men belirsimde 400 tane pensioner var bunda. Bu koyda 400 tane. Kıyın da onlara. Herkese yok transport. Мы не можем попасть. Автобуслар юрнегені себебінден біз район мерkezіне барып оламаймыз. Шымды балачықлар тәтілделер. Оларға тибет весіқаларыны yapmaq керек. Ләкин олар барып бұл ішлеріні ябып оламайлар. Шейх Эли кой шурасының рейсі Наталья Рощина білдіргеніне көре, нақлия меселесі район мемуриеті оғраша. Ve bu проблемаларны олар чезелер. Писали
письма Министерства транспорта. Бу меселені біз чизмейік. Ләкин бұна бақмадан район мемориятыне, Қырым нақлия назірлігіне, шкеетлеріні, мектуплеріні язған едік. Жевап оларақ олар бізге бұтын Қырым, құтсан бізім ташыйчыларымыз, Потапенко, Исаев еле топлашулар кечіргенлеріні білдірділер. Ве нақлия кереклі кебе үргенін айттылар. Біз кене де шкеетлеріні яздық. Ләкин бу меселе бүгінгенже жевапсыз қалды. Ислам Терек район мемориятны рейс муавины білдіргеніне көре, нақлия меселесі бұтын қасабада мевжуттыр. И мы достаточно гибкую политику ведем. Район боюнча тек екі ташыйчы чалыша, чоқ шкетлер бар. Бу иш элверишлі олмағанны себебінден айдауыжылар ішлерінің тоқтаталар. Бу меселе бунин бағылыдыр. Шу себептен нақлия меселесі пейда ола. Біз елімізден келгенini yapamыз. Ислам Терек қасабасына yol алған инсанлар тамам автобуснен көйге қайтмасына инаналар. Ве яқын вақытта бу меселе чезележегіне үміт етелер. Мавиле Июб, Эдем Исмаилов, Асан Зивадинов, миллет үшін. Керіште мемур 300 000 рубль миқдарда хабар алу вақтында қолға тұшты. Шиер құржылықның керіште мемаржылық ве реклама мемориетінің мудиры топрақ участканын ерлешу схемасыны қошма параға таздықлады. Шымдыки вақытта баш шиер құржысы апске алынды. Мемур 7 елдан 12 елға қадар апсты болына біле. Емде 18 миллион рублелік пара жазасы олмақ мүмкін. Бар келді Болесерлевалы байрам концерті Бақшсарай шиерінің медениет евінде өткерілді. Генч ойынчы ержі ве актерлар барыны қаршылап ос издатларыны тақдим еттілер. Таслятыжа бізімлев хамызда. Толу салон яқшы кейфшің ве қуанчлы муит бөлелікте Бақшсарай сәкенлері бар мевсіміні әмде Наврез байрамыны қаршылайлар. Концертіміздің ады бар келді. Залымыз толы, Аллаға шүкір адамлар келділер. Менің мақсадым миллетімізін бірлештірмек, юреклерін толдырмақ. Концертіміз, мен белесем, чоқ güzeldir, әмде мұқтажысы бар әркезге. Халк вокал, әбедиет ве Қырым татар халк авдет ойын ансамблері келген мұсафірлеріні оз парлақ чықышларымен қуандырдылар. Олар милли ойын ер ве адет үзре Қырым татар халқының той мерасимini тақдым еттілер. Мне очень нравится танцевать, и сегодня у нас... Мен ойнамаға пек севем, бүгін біз әбедиет вокал ансамблі или концерт береміз. Бұл текрарланмаған дойғылардыр, чүнки сен санатқа шыққанда баштаққа севетленесін. Сонра есе сен бұтын лесерджілерге берілесін. Концерт ұнытылмайжақ тейсюратлар қалдырды. Айны әбедиет вокал ансамблі Қырым татар халқының сұрғын әтілівіне бағышланған ерні ижра әтіліва әркесіні аяққа тұрсатты. Концерт мне очень понравился. Концертны чоқ бегендім бөле тедбірлер сық-сық өткерілсе яқшы олар еді. Бізім халқымыз, балаларымыз пек істедатлылар. Әлбетте оларға бақып біз оз халқымызнен ғұрурланамыз. Концертіңізін çok бегендім. Яшасын менің халқым. Ветаным тірі olsun. Dünya тұрғанче ветанымыз да біз да тұрайық. Дарья Лисичкина авдет ойын ансамблінде бір ел девамында ойнай. Оның айтқанына көре, о Қырым татар милли ағрава ве қайтарма ойынына бегене. Агрова, наверное, потому что... Ағрава ве қайтарма, чүнки о ойынның дүлберлігіні, халқының хусусиетіні белгілей. Урфадет ве артистлерінің чықышларыны зиярет етмеге Қырым акимиет векілері де келді. В Бахчисарае сегодня замечательный праздник, называется Баар Кельди, и концерт посвящен, естественно, Наврузу. Мы с удовольствием приехали, потому что сопровождаем эти два коллектива, и недавно совсем, скажем, подарили им национальные костюмы крымско-татарские, которых очень давно ждали. И, конечно же, уважаемые нами руководители, это Ава Ханум Азаматова и Наджиев и Лимонова, люди, которые много делают для Бахчисарая, для развития культуры, поэтому, конечно, мы здесь. Тешкелетчілердің білдіргеніне көре, әркесінен берабер бұ байрам yüksek seviyede олып кечті. Алиме Кайбулаева, Алишер Алимов, миллет үшін. Византия вақтына кечіп одиварны санатыны оз көзінен көрмек. Боле имкан Қырым сәкелеріне этнографик музейінде берілді. Анда уникаль ишлер тақдим етілген сергі açılды. Насыл ишлер деп сорасаңыз, Нариман Тарсинова тариф етер. Ахмеджетте этнографик музейінің залында Сергей Полевецнің фото есерлері тақдым етілді. Оларны Азизафондағы насияхат еткен вақыта яратқаныды. Азизафондағы православ христианлар ажылығының ең бүйік меркезідір. Бұл сергі Юнанистанның мұстақилі күніне ве Русия Юнанистан елына бағышлана. В этот год намечены обширные мероприятия. Бұл елы әм Русияда әм де Юнистанда бұйық тедбірлер кечірілмесі планштырыла. Боле мерасимлер екі девлет арасында бір қаш саада мұнасибетлер әйелішмесіне ярдам етер. Бұл иқтисадиет
илім, тасил, эмді спорт, туризм ведин. Образование. Фоторесімлер янында иконалар да тақдым етілі. Олар сейре классик Византия үслубінде етілген. Оларны Қырым ресамы Надежда Макриди яраты. Сергеде тахминен оның 40 киші көстерілі. Каждая работа әрбір иш чеші түрлі азырлана. Кемерлері 2 апта девамында яратыла, башқалары ise айларнен. Истеге олған әрбір киші бұ сергіні апрелінің 20-сіне қадар зиярет ете біле. Тедбір Юнанистанын мұстақайлы күніне бақышланған байрам концерт еле екінленді. Бұл күн Қырымда яшаған юнанлар еле ел қайт етілі. Нериман Тарсинова, Виктор Еланцев, Милет үшін. Gençler için Kırım Cumhuriyet Kitaphanede Dabru adlı medeni içtimai leyha çerçevesinde eski yarda yani Lazavoy koyunun mahsus internat mektebinin talebeleri için ressam olmağa isteyim adlı leyha kursu geçti. Bunun neticesinde bala eserlerinin sergisi takdim merasimi teşkil olundu. Resimlerini muhbirimiz Safiye Şukurova koydu. Ressam olmağa isteyim adlı kursunu gençler için Kırım Cumhuriyet Kitaphanesi ve Lucas Gallery adlı online galeriye teşkil etti. Bizim leyhamız resim çizmağa bilgenler ve bilmegenler için teşkil olundu. Bu balaçıklarının icadını inkişaf etmeye isteyimiz. Çünkü bu talebeler ana baba sevgisini bilmeyler. Sergide 50'den ziyade resim takdim etilgen. Olarını balalar yarım yıl devamında yaza edeler. Ressam olmağa isteyim leyha 10-13 yaşındaki talebelerinin istidatlarını inkişaf ettirmek için yaratılgan idi. Biz onların çeşit türlü teknikalarını ve sanat yönelişlerini öğrendik. Bundan gayrı sanat sahasında nazari ve ameli dersler geçirdik. Balaçıklar master-class çerçevesinde çeşit bedi maddelerini çalışabildiler. Her bir ders çerçevesinde biz şehrin müzeylerini, sergilerini ziyaret ettik. Resamlarla görüştük. Gençler ressam olmağa isteyim leyhada iştirak edip ne öğrengileri hakkında tarif ettiler. Resim çizmağa öğrendim. Mendeniz gemiler ve kun batığını çizmağa sevim. Resim çizuvundan gayrı bizni foto çekmege ve çeşit türlü efektlerden kullanmağa öğrettiler. Bizni pastelni resim çıkarmağa öğrettiler. Onun resim yaratmak meraklı, yani ise kıyınca. Kurs çerçevesinde bir ders foto çıkarmakның esaslarına bakışlandı. Balalarını foto saatini tanıştırıp fotosesiya geçirildi. Sergide Белый кролик adlı fotostudiyanın hadimi Yekaterina Pokrovskaya talebelerge fotoalbom hediye etti. Eski Orda Koy Mektebi'nin hocası Elvira Miramed bu leyhanın teşkilatçılarına minnettarlık bildirdi. Дети очень любят для себя открывать что-то новое постоянно. Talebelerimiz pek istidatlı, erdeğin böyle gibi leyhalarda aveslikle iştirak ederler. Özleri için yanlış şeylerini açmağa seviyorlar. Leyhanın teşkilatçıları bu ceryanğa icadi taraftan yanaştılar. Her bir ders meraklı geçiyor ve farklanaydı. Leyhanın teşkil edildiğinde Artek Hayriye Fondu, Kırım Gönüllüleri ve Белый кролик fotostudiyası yardım gösterdiler. Sergi sıcak dostane muhitte geçti. Genç ressamlar kurs bitirgenleri haqda sertifikatlarla takdirlendiler. Safiye Şukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Partizan hareketinin iştirakçısı Şükri Ahmetov öz 81 yılını kaydetti. Veteranını doğan gününü hayırlamak için onun savdaşları, dostları ve soysopları keldiler. Hayırlavlarının bizim muhbirimiz Ayşe Şılakova yol aldı. Инициатива адлы ичтимаи ve medeni inkişaf Kırım merkezinin rehberi Kamil Ametov meslekdeşleri ile Şükri Ahmetov'ni hayırladı. Partizan hareketinin iştirakçısı Fahri bakşışları ile mükafatlandı. Şükri Bey'ge qavi sağlık ve uzak ömür tilenildi. Kamil Ametov kaydetkenine göre teşkilat vekilleri Ulu Vatan Cenkinin veteranlarını hiçbir vakit unutmay. Şükri'ye uzun yaşına bakmadan bek nasıl diyeyim sizge sağ bugün bir tane mirasımın kaçırmay bizden beraber yürüye. Ona men tileyim uzak ömür, sağlık, selamet, onların korantaları baklı çaslı olsun. Daima hürmette yürüsün bizden beraber. Rifat Sedbekirov, Şükri Ahtemov ile balalıktan dostlar. Olar Ulu Vatan Cenkini ve sürgünlükni beraber baştan geçirdiler. Vatanға avdet olungan son dostluk gene devam etti. Allah da çok ömür verip torunların, balların ferahını görüp yaşama kısmet etsin ona. Sağ selamet olup, güç kuvvet olup yaşama kısmet etsin.
Шукри Ахтемов 1935 сене Бахчисарай районының Улу Сала көйінде дүнияға келді. Жек деверінің башқа балалары кебі, оның балалығы да қуанчсыз олды. 1943 сене декабрь айында фашистлер 225 көйінің сәкенлеріні өсевлерінде яқтылар. Улу Сала көйі дүния юзінден сілінді. Сақ қалғанлар тарлаларда яшамаға мечбур еділер. Олардың арасында Шукри Ахтемов да олды. Қырым татар халқы сүргін етілген сон, оқырантасы иле Самарканд шеріне түші. 25 жыл айдап талиматчысы олып чалышты. Қырымға 1989 сенесі көчіп келді. Айлесінен Ахмеджит шерінде яшай. Бізге біріншіден мабетлік керек. Халқымызға мабетлік керек. Бөлмек керек неміз. Яшылар епсі мабет олып, бұл ветаны сайыбы олып яшамақ керексіздер. Onun için bek mükayet olun, birbirimizin canını ağırttırmayıq ve yaxşı ömür körüp bu vitayın sahibi olayıq. Шукри Ахтемов фаль умур алып барган инсан. Вақыт чешит шер ве жумхри мерасимлерде иштирак эте. Талебелер ве студентлер иле көрүшүп, оларга жең фажиалары акында тариф эте. ОМТ Мукемел Куранта башы, өмүр аркадашы иле 56 жыл девамында өмүр сүрмекте. Өжүмен Evge işte Horandamızın tartıp gelip yaxşı mabet yaşadık, kavgamız olmadı, ballarımızın osturduk, okuttuk. Шукри Ахтемов ичбір вақыт қиынлықлардан қорқмады, ажайып әйле құрды. О екі қызының бабасы, 6 торунның қарт бабасы, ве 4 торундан торун осей аталар. Тамам оларны Шукри бей ось ен бұйық байлығы деп сая. Айша Шулакова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Ахмеджитнің милли 42-ші санлы мектебінде Юнан-Рома күреші бойынша ел кечірілген турнир олып кешті. Тедбір СССРде нам қазанған аға қардаш Аблаевлар қатырасына башланды. Тәфсілатлыжа бізім левхамызда. Турнирдің ачылуы тантаналы концерт программасы ире башланды. Bu ağa qardaş Ablаевлар қатырасына кечірілген 3-cü турнир. Ablаевлар билли спортчыларны ата олимпик чемпионы тербиледір. Олардың чоқысы турнирдің танталы açılığında iştirak ettiler. Bu menim idmançılarım edi. Olar öz işine sadık ediler. Onların kaç sport ustası var edi. Dünya ve Avrupa çempionları. Biz bu turnirдің teşkil ettirmesine tek kuvanamız. Men özüm idmançılar Ablаевлардың talebesi olam. Biz umumi koçumuzdan bu turnirni keçiremiz. Ahmetçideki idmançılardan çoxusu bu Ablаевлардың terbiyesini alğanlar. 42-ci mektepnin müdiri Velen Cemaletdinovның fikrine göre böyle yarışlar mekteptin itibarını көтермеге ve Yaramada'da sport rağbetleştiruvine yardım etti. Mektep itibarını көтерmek bu tek umum tahsil faaliyet değildi. En tögerek faaliyetidir. Bizim mektebimiz tahminen 380 iştirakçı kabul etti. Kaydetmeli ki Yunan-Roma көріші boyunca bu Kırım'da keçirilgen en büyük turnirdir. Yarışta Yarımada'da EPS regionlarında 400'den ziyade sporçu iştirak etti. Galipler 29 çeki kategoriyaları boyunca ve çeşit yaş grupalarda belgelendiler. Mükafatlar elde etken sporçularının sayısı 100'den ziyade oldu. Hasan Abiblayev, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Қырымға Москва шайырындегі ренкли бульвар Юрий Никулин адына цирктің группасы Яны ве Мерақлы программасының келділер. Бұл цирктің гастроллері Ярымадамызда бір ай девам етежек. Efsanevi Юрий Никулин'in oğlu Renkli Bulvar Цирk'nın bediri biri Максим Никулин şahnen yeni programını takdim etti. Programmada Viktor ve Olga Kudryavsalarının ayıvlar ile unikal çıkışı olacak. Men bilesem ogrenilgen ayıvlar ile bu çıkış Rusya'da ekenidir. Lena Pavlovich adlarının unikal dresurudur. Bundan da gayrı programmada setka üstünde ava uçuvu, ogrenilgen köpekler ve Avrupa'da en yaxşı ekvilibrist. Sirk müdürünün sözlerine göre garp sanksiyaları Kırım'da bulungan artistlerini olar işte hurhuzmay. Alazırda sanksiyalarga düşken Kırım'a kelgen hiçbir artistni bilmeyim. Bundan da gayrı biz Lugansk şehrinde çalışaydık. Kampanya artistleri Donetsk şehrindeydi, çalıştı. Olarda hiçbir kimsege sanksiya tegeni yok. Aslında bu her şey büyük insanların oyunlarıdır. Sanksiya bu siyasi aspektler. Максим Никулин emde kaydetti ki halklara sanksiyalarga bakmadan sirk muvaffakiyet ile çet el memleketlerinde çıkışta bulundu. Sultaniye Mambetova, Edem İsmailov, Millet için. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Kanalımızdan ayrılmanız, görüşmek üzere, sağlıklı kalınız.